Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныптың қазақ тіл пәні бойынша етістіктің шақтары туралы білетін боламыз. Сабағымыздың оқу мақсаты етістікті тиісті шақта қолдануды үйренеміз. Олай болса, жаңа сабағымызға көшейік. Етістік дегеніміз заттың іс-әрекетін, күй-жайын білдіретін сөз табы. Етістіктер не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Етістіктің шағы дегеніміз іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін, уақытын білдіреді. Соған орай етістіктің қазақ тілінде 3 жағы болады. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Енді балалар, етістіктің шақтарына жекелей тоқталып кетейік. Осы шақ сөйлеп тұрған кезде болып жатқан қимыл, іс-әрекет. Мысалы, Аслан хат жазып отыр. Бұл сөйлемде жазып отыр осы шақ. Өткен шақ сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен қимыл, іс-әрекет. Мысалы, мен жазда Ақтөбе қаласына бардым. Бұл сөйлемде бардым өткен шақта айтылып тұр. Келер шақ сөйлеп тұрған кезде әлі болмаған, бірақ кейін болуға тиісті қимыл, іс-әрекет. Мысалы, Асан ертең нағашы атасына бармақ. Бұл сөйлемде атасы бармақ келер шақта айтылып тұр. Енді балалар, видеоролигімізге назар аударайық. Ай мектеп. Алан аға, сіз ылғи осы дәптерге не жазып отырасыз? Болма? Бұл күнделік. Қойыңызшы, күнделік ондай болмайды. Міне, мынадай болады. Я, ол оқушы күнделігі, онда сабақ кестесі, үй тапсырмасы, алған бағалар жазылады. Мынау да күнделік. Мұнда адам өзі істеген ісіне есеп береді. Алдағы ісін жоспарлайды. Ол не үшін керек? Біріншіден, өзіңді тәрбиелеуге. Екіншіден, уақытты тиімді пайдалануға. Үшіншіден, жазып үйренуге. Сонда қалай? Қара, мен саған түсіндірейін. Күнделікті әркім әртүрлі жазады. Мен мынадай кестеге 3 жаққа бөліп жазғанды ұнатам. 3 жаққа? Шақ, уақыт деген сөз. Адам әрекеті істеген уақытына сәйкес 3 жақта айтылады. Қазірге дейін, қазір және бұдан кейінгі уақытта? Иә, дұрыс. Оларды өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп атайды. Түсіндім. Мына жерде бұған дейін орындалған әрекеттер өткен шақта жазылған. Мектепте сабақта болдым. Ағылшын тіліне қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Мына қатарда дәл қазір не істеп жатқаным осы шақта жазылған. Қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Ал мына бағанда енді не істейтінім, яғни келер шақтағы әрекеттерім жоспарланған. Ертең кешке Викимен қыдырам. 2 күннен кейін Болатпен шахмат ойнайым. Демалыста Данаға балықтар жайлайтып берем. Сіз осының бәріне қалай үлгересіз? Мен сабаққа дайындалсам, ойынға, ойнасам, сабаққа дайындалуға уақыт жеткізе алмаймын. Маған етістіктің шақтары көмектесті. Күнделік жазу маған әрі өзіме есеп беруді, әрі уақытымды жоспарлауды үйретті. Осылай істесең, уақытты бәріне жеткізуге болады. Алақай, енді мен де солай істеймін. Енді балалар, оқулығымызды ашып, жаңылтпашты жатқа жазайық. Дәптерлерімізді ашып, балалар, орындаймыз. Ғарышкер ұшты ғарышқа. Ғарышқа ұшты ғарышкер.
Айтшы, ғарыш алыс па? Балалар, бұл тапсырмада етістікті табамыз. Етістіктің қай жақта тұрғанын дәптерімізге тауып жазамыз. Екінші тапсырмамыз балалар, жұмбақты шешеміз. Мен ойлаймын сіздерді бұл жұмбақтың шешуін тез табады деп. Аспанда бір алып құс ызғып ұшып барады. Қарап тұрсаң ғажайып, соңында із қалады. Яғни, балалар, шешуі дұрыс айтасыздар, зымыран. Бұл жұмбақтағы етістікті тауып, қай жақта тұрғанын дәптерімізге жазып аламыз. Енді балалар, бекіту сұрақтарына назар аударайық. Етістіктің шақтарын ата. Етістіктің шақтары нені білдіреді? Етістіктің шақтарына мысал келтір. Үйге 80-ші беттегі 6-шы тапсырманы орындаймыз. Және қазақ ғарышкерлер тақырыбында мәтін жазамыз. Балалар, мына сілтеме арқылы қосымша мәлімет алуларыңа болады. Қымбатты балалар, сіздер жаңа тақырып бойынша ең негізгі мазмұнды алдыңыздар. Жаңа материалды меңгеруде сәттілік.